Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн. Бүгін біз енді тоже жаздық әйел адамдарға арналған осындай аяқ киімімізді тоқып үйренейік. Әр осындай узормен енді бастап тоқиық. Оған міне жібек жібіміз, күрчогымыз, ең негізгі керегіміз осы табан. Бұл аяқ киімді тоқу үшін біз ең біріншіден жібімізді алып табаннан бастап тоқимыз. Өздеріңіз қалаған жерлеріңізден тоқса болады. Қалаған жерлеріңізге өздеріңізге қалай ыңғайлы солай бастай беріңіздер. Енді мына жерден бастаймын. Арт жағынан өзінің белгіленген орындары бар аяқ киімімізде. Артынан бастап мына аяқ киіміміздің әрбір өзінің белгіленген тесілген жері бар. Сол жерден бастаймыз. Әрбір тесігімізден 3-тен алып отырамыз. Жібімізді кішкене былай алып қосып тоқып отырамыз. 1 2 3 келесі жерімізден алып тоқимыз. Әрбір осы белгіленген өзінің дайын тесігінен алып 3-тен тоқып отырамыз. Жіпті кіргіземіз, шығарамыз, 2 жіп болады, оны бекітеміз. Әрбір тесіктен осылай 3 жіптен тоқып отырамыз. Мен басында тоқып көрдім. 2 жіптен де аяққа тар болып кигенде ыңғайсыз болып қалады. Сондықтан әрбір тесіктен 3 жіп алсаңыздар ыңғайлы болады. Дәл осылай бастап мынадан айландырып келесі бетіне әкеп қосамыз. Айландырып мына жерімізге дейін жеттік. Енді мына соңғысын көрсетейін. Үшеу тоқыдық. Алдында біреу тоқып кеткенбіз бұл мына жерде. Осының қасынан енді 2 тоқимыз. Біреу. 2 тоқып алдық. Енді мына алдындағы жіпке қосамыз. Тоқымаймыз. Одан кейін бір воздушный көтеріп, жаңағы табанға тоқып алған жерімізден ары қарай жалғастырып тоқып шығамыз осылай. Әрбір үстіндегі жібімізден осылай тоқып шығамыз. Қолыңызға қалай ыңғайлы болады, солай ұстап тоқи берсеңіздер болады.
кімге қалай ыңғайлы алдымызға алып отырып тоқисақ та болады. Қалай өзіңізге ыңғайлы осылай тоқи бересіз. Осылай тоқып біз мына табанын 3 қатар қылып тоқып шығамыз. Мына жерін тоқып аламыз бірінші. Сондықтан дәл осылай мында айландырып келіп мына жерге қосамыз. 1 қатар, 2 қатар, осылай 3 қатар тоқып аламыз. Осылай тоқып отырып дәл осы қарқынмен 3 қатар тоқимыз. 3 қатар өздеріңіз тоқыңыздар. Содан кейін ары қарай 3 қатарымызды тоқыдық. Қатарымызды тоқып бітірдік. Жалғадық. Міне енді. Мына былай санап көрсеңіздер болады. Міне. 1, 2, 3, 4. Мына бірінші қатарды жаңа тоқып алдық, қол қосылмағанда. Міне 1, 2, 3. Общий 1, 2, 3, 4. Осындай 4 сай шығады. Міне 1, 2, 3, 4. Осылай аяқтадық. Енді осы жерімізден жібімізді қиып алып тастаймыз. Жібімізді былай жасырып қойсақ та болады. Тіпті болмаса келесі айланып тоқып атқанда, ана артын тоқығанда қосып бірге тоқып кетеміз. Енді жұмысымызды алды жағынан узорымызды саламыз ғой. Сол үшін алдынан тура ортасын белгілейміз. Бүйтіп алсаңыздар да болады. Тура ортасын. Бұлай өлшесеңізде де болады. Или болмаса мына жерде белгісі бар. Сол белгіден. Осы белгілеген жерімізге шатаспас үшін маркерімізді қойып солға қарай, оңға емес солға қарай 5 жіп тастаймыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 жіп тастап, алтыншысына бекітіп, осы жеріне жібімізді бекітіп аламыз. Бекітіп алып, 2 воздушный көтереміз. 1, 2 воздушный көтереміз. 2 воздушный жасап, 1, 2 көз тастап, 1, 2 үшіншіге 1, 2 көз тастап, үшіншіге 1 снайкидан, 4 снайкидан, 4 столбик снайкидан шалып алып тоқып шығамыз. 1, 2, 3, 4. Және 2 воздушный жасап, 1, 2 воздушный. 1, 2 тез тастап, үшіншісіне бекітеміз. Сәйкестендіріп қарап көріңіздер. Тура шықты. Осылай.
Енді ара қарай және тағы 3 рет 3 жіп бекітеміз. 1 2 3 жіп бекіттік. 3 бекітіп алдық. Енді бір воздушный жасаймыз да. Аяқ киімімізді айландырып, алдында 2 воздушный жасадық қой. Сол жерге 2 снакидам тоқимыз. 1 2. Ары қарай мына 4 снакидам столбиктің үстінен 4-еу тоқып шығамыз. 1 2 3 4. Және де мына жақтағы 2 воздушныйдың үстінен 2 снакидам тоқимыз. 1 2. Мына жібімізді алып, былай қарай жасап қойсақ болады. Қараңыздар, барлығы 8 болып шықты. Міне 1 2 3 4 5 6 7 8. Чтобы шатаспас үшін осып санап отырсаңыздар болады. 8 шықты. Енді 2 воздушный тоқып, воздушный тоқып, бір 2 көз тастап, үшіншісіне бекітеміз. Үшіншісіне бекітіп алдық. Тағы да 3 жіп жанынан бекітіп аламыз. 1 2 3. Тағы да 2 воздушный көтеріп, дәл алдыдағыдай мына жерге міне 2 снакидам, 2 воздушныйдың үстінен 2 снакидам тоқимыз. Дәл солай жаңа алтаудың үстіне 6 тоқимыз. 8-дің үстіне 8 тоқимыз. Алдында 8 снакидам тоқып алдық қой. Соның үстінен 8 снакидам тоқисыздар. Мына жерден 8, одан кейін мында 2 жіп тастап біріктіріп, және де 3 жіп ары қарай жанына жалғастырып аламыз. Бұл қатарымызда снакидам бізде 12 шығады. Не қараңыздар, тура осылай жаңағындай тоқып аламыз. Алдыңғы қатар сияқты. Әрбір қатарымыздан 4 жіптен қосылып отыра. Ең бірінші 4 жіп жасадық қой. Одан кейін 2 воздушныйға қостық. 8 болды. Мына жақтан 2 жіп, мына жақта 2 жіп қосылды. Одан кейін ортасындағы 8-ге мына жақтан 2 жіп, 4 жіп, 12 жіп болды. Мен 12 столбик болды. 12 столбигімді тоқыдым. 2 воздушный жасап, 2 жіп тастап, үшіншісіне бекіттім. Одан кейін тағы жанынан 3 жіп бекітіп аламыз. Тағы да 2 воздушный тоқып аламыз. Айландырып, алдыңғы тоқыған жаңағы 2 воздушныйымыздың үстінен тағы да 2 столбик тоқимыз.
ортадағы 12 столбигімізді тоқимыз. 1 2 3 4 дәл осылай 5-6 сөйтіп аяғына дейін бар жоғы 16 столбик болады. Не тоқып алдым. Және де 2 воздушный жасап, 2 жіп тастап, үшіншісіне бекітіп, 3 рет тағы да бекітіп алдым. Енді мына алдыңғы бөлігін тоқып болдық. Енді мына узорымызды саламыз. Ол үшін қалай тоқимыз? Мына жаңағы 2 воздушныйымызға бұл жерге мынандай узорымызды саламыз. Ол үшін ешқандай воздушный көтермейміз. Мына 2 воздушныйға осы жерге 2 снакидан 2 столбик тоқимыз. 2 тоқып алдық. Және де 2 воздушный жасап, 1 2. Дәл осы жерге тағы да 2 шалып, 2 столбик тоқимыз. Сонда мынадай узорымыз шықты. Одан кейін 4 воздушный жасап, 1 2 3 4 воздушный. Жаңа 16 столбик дедік қой, соның дәл ортасына 8 столбик тастап, 1 2 3 4 5 6 7 8 дәл осы жерге 8 столбик тастап, осы жерге 1 столбик снакидан тоқимыз. Және 3 воздушный жасап, 1 2 3 дәл осы жерден тағы 1 столбик тоқимыз. Одан кейін 4 воздушный жасап, 1 2 3 4 воздушный жасап, жаңағы алдыңғы мына жағында тоқығандай, мына жерімізге тағы 4 воздушный тоқимыз. Мына жерге. Біреу тоқыдық. 2 тоқыдық. Және 2 воздушный тоқып алып, дәл осы жерге тағы 2 тоқимыз. Сонда мынандай узорымыз шығады. Ары қарай узорымыз шықты. Енді 1-2 жіп тастап, үшіншіге қосамыз. Және де тағы 3 жіп қосып аламыз. Бекітіп аламыз. 1 2 3. Әрбір 2 жағынан мына узорды қайталап отырамыз. 1 воздушный көтеріп, жұмысымызды айландырып, жаңағы алдындағыдай, мына жердегі 2 снакидан тоқыдық қой, воздушный. Біреу, екеу, 2 воздушный тоқы көтеріп алып, дәл жаңағы жерден тағы 2 столбик шалып тоқимыз. Одан кейін келесі узорға
воздушный көтеріп, алдындағы жасап кеткен мына жердегі 3 воздушныйымызға 10 столбикті оқимыз с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 столбикті оқып алдық. Столбик. Енді тағы 2 воздушный тоқып, көтеріп, дәл жаңағындай мына жерге узор саламыз. 2 столбикті оқимыз, сосын 2 воздушный, сол жерден тағы да 2 столбикті оқып, ары қарай 2 тесік тастап, үшіншіге бекітеміз. Мына жерге үшеу бекітіп аламыз. Дәл осылай тағы бір қатар жаңағындай қайталап аламыз. 2 воздушный тоқыдық. 2 с накидом тоқыдық. 2 воздушный. Мына жерден тағы да 2 с накидом тоқыдық. 2 воздушный жасап, жаңағы мына 10 столбиктің үстіне тағы да 10 столбик с накидом тоқып шығамыз. Дәл осылай 10 столбик тоқып, 2 воздушный жасап, одан кейін 2 с накидом тоқып, оның арасында тағы 2 воздушный тоқып, тағы 2 с накидом бір тесіктен 4-еу тоқып, одан кейін 1 воздушный жасап, арғы жағында 2 жіп тастап, үшіншісіне бекітеміз. Мен тоқып алдым. 2 қатар мына жерде. 1 қатар 10 тоқыдық, 2 қатар 10 тоқыдық, үшіншіде 2, 4, 6, 8, 10. Енді 1 қатар тағы дәл осылай тоқып аламыз. Бір с накидом тоқыдық. Осылай жаңа алдыңғы тоқыған узарымызды дәл солай қайталаймыз. Екі с накидом тоқимыз бір орыннан. Сосын 2 воздушный жасап, дәл сол жерден тағы 2 воздушный, бір жерден 4 с накидом тоқимыз. Ары қарай тағы міне. Мына жерден 10 жібімізді, 10 столбигімізді тоқып аламыз. 10 столбик тоқимыз, 2 воздушный көтеріп, 2 с накидом тоқып, және 2 воздушный көтеріп, тағы да сол орыннан тағы 2 с накидом тоқып, ары қарай 1 воздушный көтеріп, 2 жіп тастап, үшіншісіне бекітіп, және де 3 жіп тағы бекітіп аламыз. Ары қарай өстіп алдыңғы қатар сияқты тоқи береміз. Мына узорымыз қайталана береді, екі жағында да. Бірдей қайталанады. Енді міне қараңыздар.
Енді мына жердегі накидтерімізді көбейтіп отырып, мына ортадағы тоқыған снайкидамызды әрбір қатарда бір-бірден кемітіп отырамыз. Сол кезде екі жағынан бір-бір жіп артық көтеріп отырамыз. Міне, 3 қатар, 1, 2, 3 қатар 10 столбиктан тоқыдым. Енді бір воздушный көтеріп, мына жерге узорымыз қайталанып отырады дедім ғой. 1, 2 столбик тоқыдық. 2 столбик тоқыдық. Енді 2 воздушный алып, дәл осы жерден тағы 2 столбик снайкидам тоқимыз. 1, 2. Жаңа айтып өткенімдей, ортасындағы узорымыздың алдыңғыларында 10 столбик снайкидам тоқыдық. Енді бұл жерде 9, енді азайтып отырамыз. Сондықтан мына жерде 3 воздушный аламыз. 2, 3 воздушный алып, мына жерге 9 снайкидам тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 накидым тоқып алдық. Енді ара қарай тағы да 3 воздушный алып, мына жерімізге тоже 2 накидым тоқып, 2 воздушный, тағы 2 накидым тоқып, одан кейін 1 воздушный алып, 2 жіп тастап, үшіншісінен бекітеміз. Мына жағына келіп бітірдім. Енді 1 воздушный көтеріп, алдыңғы узорымызды қайталаймыз. Дәл осылай бір қатарын көрсетем, одан кейін самостоятельно тоқи бересіздер. Бір қатар жүргенде, әрбір қатар жүріп отырған кезде бір жіптен, бір столбиктен кемітіп отырасыздар. Жаңа біз 9 тоқыдық қой ортасындағы гүліміздің. Енді бұл қатарда жаңа 3 воздушный алсақ, енді 2 воздушный, то есть 4 воздушный алып, енді келесіде 8 столбик снайкидам тоқимыз. Жаңа мына жерде алдыңғыда 3 алдық қой, енді 4 аламыз. 2, 3, 4. Енді мына жерден жаңа алдыңғыда 9 тоқығамыз, енді 8 тоқимыз. Осылай тоқи бересіздер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Енді 4 воздушный алып, мына узорымыз қайталанады. Мына бетіне келесіздер, 1 воздушный алып, 2 жіп тастап, үшіншісіне жанынан тағы 3 жіп бекітіп, ара қарай тоқи бересіздер. Міне, дәл осылай шыққанша, соңында ортада 3 воздушный жіп қалғанша. Мына жерде мен қазір 9 тоқыдым, енді 8 тоқыдым. Бұлай жүргенде 7 тоқисыздар, бұлай жүргенде араларында 1 воздушный. Қазір 4 воздушный болса, мына жерде 6 жіп тоқығанымызда
6 воздушный қосасыздар, 5 жіпті оқыған кезде 7 воздушный қосасыздар екі жағынан, сонда ортасында міне 3 воздушный қалғанша тоқимыз өзіміз. Міне соңында 3 жіп қалдырып, алдыңғы узорымыз тоқып біттік. Узорымыз алдыңғы бітті. Енді осы жерден келіп бекіттік. Мына жағымен салыстырыңыздар, тура шықты. Енді ары қарай аяғына дейін артына қарай оң тоқу. Жай ғана без накида әрбір тесіктен іліп артына дейін айландырып тоқып шығамыз. Осылай айналдырып мына басқа дейін тоқимыз. Ары қарай сосын тағы көрсетемін. Міне соңына келдік. Соңына дейін өсіп тоқисыздар. Одан кейін жанындағы узордан 2 жіпті бекітіп аламыз. Біреу. Екі жіпті бекітіп, 2 жіп бекітіп, сосын осы жерден жібімізді бекітіп алып, аяқ киімімізді айландырып, мына жаққа келіп, басынан бастамаймыз. Мына жерден 1-2 жіп тастап, үшіншісінен. Екі жіп емес, шатасып кеттім, 3 жіп тастаймыз. Жібімізді айландырып алып келіп, 1-2-3 жіп тастап, 4-шісінен бекітіп, дәл осылай мына жағында да 3 жіп жетпей осы жерге дейін тоқимыз. Осыдан былай мына жерден 3 жіп қалдырып бекітіп алдық қой. Осы жерден айландырып алдыңғыдай без накид тоқып, осылай тоқып аласыздар да. Мына жағымызда тоже міне 3 жіп жетпей тоқтатамыз. Міне айландырып алып келіп, 3 жіп жетпей тоқтаттым. 1-2-3 4-шісінде. Осы жерден тағы жібімізді бекітіп, тағы да бұлай айландырып алып келіп, мына жерден тағы 1-2-3 4-шіге тоқимыз. 3 жіп тастап, тағы мына жерде 3 жіп тастап, тағы да 4-шісінен іліп алып, ары қарай тағы жалғастырып тоқып, ары қарай тоқып келемізді. Тағы мына жағына 3 жіп жетпей тоқтатамыз. Дәл осылай жалғастырып тоқисыздар. Мына жерге тағы 3 жіп жетпей 4-шісінен бұлай бекітіп, тағы да айландырып келіп, мына жерден тағы 3 жіп тастап 4-шісінен солай мынандай 3 қатар тоқимыз. Немен келіп бекіттім. Мынандай болып тоқылды. Бұнымен біз кішкене артын биіктетіп алдық, осылай тоқу арқылы. Сәл артын биіктетіп алдық. Артымыз биік болды сол. Енді осы жерден бекіттік. Айландырып әкеп, узорымыздың түбінен алып тоқимыз. Узорымыздың біткен жерінен алып, ары қарай келесі жағына дейін столбик без накид тоқып шығамыз. Жаңа тоқып алған жеріміз кішкене тығыздау болып тұр. Түсінбеген жерлеріңіз болса сұрасаңыздар болады. Түсіндіріп айтып беремін. Мына артына жіптеріңіз
бос болып қалмасын, қатты тартылып қалмасын. Дәл осылай артына дейін, келесі бетіне дейін тоқып шығамыз. Столбик без накидпен айландырып. Мына енді соңына дейін тоқып келесіздер. Соңғы жіпті тоқымаймыз, бүйтіп алып, соңғы жіпті бекітеміз. Соңғы жібін тоқымай осылай бекітіп аламыз. Одан кейін тағы екі жіп, алдыңғыдан екі жіп бекітіп аламыз. Одан кейін артқа қарай айландырып, табанымызды артқа тоқып шығамыз. Артқа қарай айландырып тоқи бастаймыз. Артқа қарай мына басына дейін тоқып шығасыздар. Айландырып мына жерге дейін. Мына жағына айланып келдік. Енді арғы бетіндегідей тоже мына жерден екі жіп біріктіреміз, бекітіп аламыз. Қайтадан айландырып, ары қарай оң тоқып шығамыз қайтадан. Мына жерден айланып, мына жерге дейін тоқып келіңіздер, ары қарай тағы көрсетем. Алдына келдік, ары қарай жалғастырып, воздушный жерден біреу тоқимыз. Мына екі с накидтің ортасынан. Алдында узорда тоқыдық, мына жерде 9 воздушный. Бұл жерден 10 столбик без накид тоқып шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, мына жерден 3 столбик с накидымның үстінен 2 столбик без накид тоқимыз. Одан кейін қайтадан 10 столбик тоқып, мына жерден 10 с накидым тоқып, мына жерден біреу тоқимыз, 1 столбик, қайтадан айландырып, мына жерге дейін тоқимыз. Алдына дейін тоқып келдік. Осы жерден мына жерге тоқымаймыз, жай ғана біріктіріп аламыз. Дәл осы жерден, біріктірген жерімізден, осы бекіткен жерімізден 3 воздушный жасап, көтеріп, 3 воздушный көтереміз. 1, 2, 3. С накидым сол жаңағы көтерген жерімізден накид шалып, 1 столбик жасаймыз. 2 столбик болды ғой. Енді 2 воздушный көтеріп, дәл сол жерімізден, сол орыннан с накидым тағы 2 столбик тоқимыз. Біреу, дәл осы орыннан 2. Сонда мындай бір жерден 2 столбик тоқыдық, 2 воздушный жасап, тағы 2 столбик тоқыдық. Ары қарай. Енді келесі узорымызды жіпті шалып аламыз. 1, 2, 3, 4 тесік тастап, 4 жіп тастап, 5-шісіне с накидым тоқимыз. Дәл осы жерге тағы бір с накидым, 2 столбик болды. Енді 2 воздушный көтеріп, дәл осы орыннан тағы да 2 столбик с накидым тоқимыз. Сонда
2 столбик с накидом тоқимыз. Одан кейін 2 воздушный алып, дәл сол орынға тағы 2 воздушный аламыз. Дәл осылай узорымызды жалғастыра береміз. Тағы біреуін көрсетейін. 1, 3, 4 тастап, 5-ші. 2, 1 столбик, 2 столбик. Одан кейін 2 воздушный көтереміз. Дәл осы орыннан тағы 2 с накидом 2 столбик тоқимыз. Жіпті шалып алып, дәл осы орыннан мынандай узорымыз шығады. Дәл осылай түгел айландырып мына жерге дейін келеміз. Шатаспас үшін мына узорымыздың мына жағына 3 гүліміз түседі, мына жағына 3 гүліміз түседі. Дәл осы міне екі жағынан. Алдына салдық. Дәл осылай енді мынандай артына да осы узор салып шығамыз. 5 жіп тастап, бір жерден 2 столбик с накидом, 2 воздушный көтеріп, дәл осы орыннан тағы да 2 столбик с накидом тоқып, дәл осылай осы узорды артына да айландырып салып. Бір қатар узорымызды жасап келдік, айландыра. Енді осы жерге келген кезде алдыңға алған 3 воздушныйымызға келіп біріктіреміз. Бұлай біріктіреміз. Бұлай қосып аламыз. Келесте мына 2 воздушныйға тағы бір қосамыз. Дәл осы жерден 3 воздушный көтеріп, 3 воздушный. Жаңағы алдыңғы мына 2 воздушный тастап кеттік қой, сол жерден тағы 2-ші столбигімізді тоқимыз. Тағы да 2 воздушный жіп көтеріп, дәл осы жерден тағы да 2 столбик с накидом тоқимыз. Жаңағы узорымызды қайталап шығамыз. Егер түсінбеген жерлеріңіз болса, сұрасаңыздар болады. Жалғастырып осылай әрбір алдыңғы узорымызда бұлай 2 с накидом тоқып, одан кейін ортасында 2 воздушный жасап, одан кейін тағы 2 столбик с накидом тоқыдық. Осындай осы узордың осы ортасынан тағы да дәл осылай узор жасап шығамыз. Екінші қайтара. Дәл осылай. Мына жерде 2 воздушный тоқ көтердік. Одан кейін осы бір жерден, бір орыннан мына узорымызды айландыра қайтып мұнда келеміз. Бүйтіп айландырып тоқып шығамыз. Екінші қатарымызды аяқтадық. Енді мына үшіншіге бекітіп, жіптеріңізді сәл ұзындау қиып аламыз. Жібімізді суырып шығарып, ары бері өткізіп, жібімізді жасырып қоямыз. Осылай жіптеріңізді жасырасыздар. Аяқ киіміміз дайын болды. Аяқ киіміміз дайын. Дәл осылай міне. Әдеміше келген аяқ киіміміз дайын болды. Жазда киюге ыңғайлы.